Қайырлы күн, қымбатты көрермендер, сіздермен пайдаларына каналы. Бүгін сіздермен ОФО-да Транстелеком сайтындағы кассаны есептен қалай шығарамыз, соның жолын көрсетемін. Ең алдымен каналға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ең бірінші, кез келген поисковиктен ОФО-да Транстелеком деп кіреміз. Сол жерде оң жақ төбесінде вход деген кнопка бар. Соны басамыз, және де сайтқа кіргеннен кейін ЭЦП арқылы кіруді таңдаймыз. ЭЦП-мызды таңдап, өзіміздің жеке құпия кодымызды енгізіп, сайтқа кіреміз. Құпия кодымызды енгізіп, ЭЦП арқылы кіргеннен кейін осы сайтта бағалау шкаласы бар, оны белгілемесе де болады. Және де сол жақ шетінде видеода түспей қалыпты. Осы жерде сіздің кассаңыз туралы дерек бар. Яғни сол жерден кассаңызды тауып, бірінші соны ашып аласыз. Кассамыз табылып, ашылғаннан кейін жаңағы үстінен басамыз да смотреть деген кнопканы басамыз. Ішіне кірген кезде үстіңгі жағында снять с учета в КГД деген жазу бар. Қызылмен белгіленген, соны басамыз. Снятие с учета в КГД деген кнопканы басқаннан кейін бізде қандай себепті кассаны учеттан шығарып жатырмыз, соның себебін сұрайды. Мен бұл жерде иные случаи деген таңдадым, яғни Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы кассаны учеттан шығарамын дегенді таңдадым. Енді подписать деген кнопканы басамыз, және де ЭЦП-мыз арқылы қол қойып, осы жерден паролімізді енгіземіз. Келесі ЭЦП-мен қол қойылғаннан кейін отправить на снятие с учета деген жасыл жазу бар. Соны басып жібереміз. Енді осы жерден обновить деген кнопканы басып тексеріп отырамыз. Регистрационный карта шығады, осы жерден соны көшіріп аламыз. Оны көшіріп алғаннан кейін қазіргі кезде кассалар бұлай оңайлықпен шешілмей жатыр. Сол себепті өтініш арқылы өтініш жібересіздер. Осы регистрационный картаны сол жерде тіркейсіздер. Өтініш арқылы қалай өтініш жіберу керектігі видео менің каналымда бар. Қосымша осы видеоның астында сілтемесін қалдырамын. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар.